Мысырлылардың діни көзқарасларында Орион аспан құдайы Осирус пенен байланысқан. Демек, бұл сәйкеслік апуайы тосыннан емес, ал діни һәм космологиялық мақсат пенен әмелге асырылған болуы мүмкін. Пирамидалардың ішкі түзілісі де өзінде көплеген сырларға ие. Тек фараонлар бөлмелері ямаса үлкен дәлізлер емес, бәлкім еле ашылмаған ямаса түсіндіріп болмайтұғын бос орынлар бар. 2017 жылы Скан Pyramids жойбары заманауи рентген нұрлары жәрдемінде Хуфу пирамидасы ішінде 30 метрлік үлкен босылықты анықтады. Ол неге қызмет еткені хақында ешқандай анық мағлұмат жоқ. Біреулер оны құрылыс техникасының бір бөлігі десе, басқалар ол сырлы діни мақсат үшін салынған жасырын бөлме деп ойлайды. Пирамидаларды үйренуде санлар да сырлы тәріплерін көрсетеді. Олардың биіктігі, ұлтанының ұзынлығы һәм математикалық пи саны арасындағы сәйкеслік жүдә қызық. Айрым зерттеушілер бұны айемгі мысырлылардың алдыңғы математикалық білімлері деп есептейді. Һәм пирамидаларды айемгі математиканың ең ұлы естелігі деп атайды. Бірақ бұл саналы түрде жаратылған ба, ямаса тосыннан болған үннеслік пе, әзірше ашық сұрау болып қалмақта.